ертеде жасыл желікке оранған әдемі орманда бір ақылды, әрі көңілді түлкі өмір сүріпті. Ол әрқашан жаңа достар табуға дайын болатын. Бір күн аспанда ән салып ұшып жүрген көңілді қарлығаш пайда болды. Ол түлкіні көріп, оған жақындады. Екеуі бірден тіл табысып кетті. Олар достық пен мейірімділік туралы әңгімелесті. Дос болу қаншалықты маңызды екенін, және бір-біріне көмектесудің қаншалықты жақсы екенін айтты. Түлкі мен қарлығаш бірге ойнап күліп орманды аралады. Қарлығаш ағаштардың арасынан ұшып, түлкі оның соңынан жүгірді. Олардың ойындары өте қызықты болды. Олар тек ойнап қана қоймай, орманның басқа жануарларына да көмектесті. Мысалы, кішкентай қоянға жоғалған сәбізін табуға көмектесті. Осылайша түлкі мен қарлығаш ең жақсы достарға айналды. Олардың достығы орманда одан да жақын және мейірімді етті. Олар әрқашан бірге болды. Ал енді балалар осы оқиғаға байланысты бірнеше сұрақ. Қай кейіпкерді ұнаттың? Сен дос болу үшін не істер едің? Егер сен осы кейіпкердің орнына болсаң, оқиғаны қалай жалғастырар едің?